қош бол бастауыш атты ертеңгілігімізді бастаймыз. Екінші сөз кезегі менің сүйікті шәкірттеріме беріледі. Армысыздар, ардақты ұстаздар, қадірлі қонақтар, оқушылар. Бүгін біз бастауышпен қоштасып, жаңа өмірге аттанғалы отырмыз. Иә, осыдан 4 жыл бұрын біз 6 жастағы сәби баласын өзімізді жолға көтеріп, мектеп табалдырығын жасқара аттаған едік. Енді міне сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз. Достар, ең біріншіден мына нәрсені айтпасақ болмас. Біздің ыстығымызға күйіп, суығымызға тоңа білген, оғымызды солымызды танытқан, жақсыдан үйренуге, жаманнан жүйренуге баулыған. Ол кім? Ол алғашқы ұстазымыз Жанар Төреқызы. Дұрыс айтасың, Ерасыл. Жанар Төреқызымен сонымен қатар біздің санамызға нұр құйып, білімдеріне сусындатқан пән мұғалімдеріне алғыс айтып, қош айтысқалы тұрмыз. Иә, достар, сендермен нендей келсем, ұстаздарымызға қанша алғыс айтсақ та артық емес. Өйткені сағындай өте шыққан 4 жыл ішінде ұстаздарымыз бізді сауатты, тәрбиелі, өнегелі азамат етіп шығарды. Таңдар достар, сендер бастан бөліп қоштасқалы тұрсыздар ма? Иә, соны айтсайшы, алдымен көрсеткен жақсылап амандасып алмаймыз ба? Армысыздар мұғалімдер, әлжандар, білім іздеп біліммен құдық қазғандар, сан ұрпақты тәрбиелеп оқыған, өмір деген ұзақ жолда тарландар. Көз салап қараңызшы ойымызға, ортақ болып бүгін өскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, бастауышпен қоштасу ойымызға. Болашаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түсетін сымбатты, күн нұрындай сәулеққан көңілге армысыздар, ұстаздар қымбат. Армансыздар, әжелер мен аналар, ұрпағымыз күнде өзіне баталар. Ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой Абай, Ыбырай бабалар. Армысыздар, өр қырғала әкелер, қыран құстай бала апанын мәрпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштаса да азамат көп кешегі сәби еркелер. Достар, неге біз осы бастауышпен қоштасамыз, бастауыш дейміз. Мектептегі білім бастауышын орта буын деп не үшін бөлінеді екен? Соны да білмейсіңдер ме? Ал ендеше тыңдаңдар. Білім негізі бастауышта демекші. Берілетін білімнің ең алғашқы сатысы ол бастауыш. Мектепте ғылым саласының қай-қайсысы болмасын, берілетін білім негізінен бастауышта қаланады. Сондықтан да болар Ахмет Байтұрсынұлы атамыз бастауыш мектептерде үйренетін білім жұрттың бәріне тегіс керек білім. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, бастауыш мектептерде үйренетін білімдер де сондай керек деген еді. Ендеше достар, бастауыш мектеп сыныбымыз туралы тақпақтарымызды айтып жіберейік. Жасқа кіріп жат сыныптамыз, әлбетіне өтпенің біле шыққанбыз. Мұғалім сауатып жатқан кезде артымызды қайталап сұратқанбыз. Әр ізденісі өскен тентегі еді, ақылға келе алмал ерте күні. Бойымыз бірте-бірте үйренісіп, мектептің ережесі үйрендік деп. Бастауышта шырқалмаған жұбана, бастауышта айтылмаған сыбана, бастауышта алған білім жырларым, азат болар мәнді тауар жылдарға. Бастауышым бал бұлағым, алдым сенен балдың дәмін, әріп танып білім алып, рахметімді жаудырамын. Бастауышым бал бұлағым, лаулы жаңашам шырақ, өзің берген біріңмен самғап шартау құраным. Достар, менің ойымша адам қашығы өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер ол осы бастауыш сыныпта өткізген сәттеріміз шығар. Естіңізде ме достар, алғашқыда мектепке келгенде әрбір әріпті, әрбір санды жазу қалай ыңғайынға соққан еді? Дұрыс айтасың, Қарақан. Ал енді болса уақыт өте бәрі өзгерді. Жазуды да, оқуды да білмейтін кішкентай балалар бүгін міне бастауышпен қоштасқалы отырмыз. Мен бар ғой достар, қашан жүздесем деп армандаушы едім, ал қазір соған аз да бөкінетінде сияқтымыз. Шынымен де қалайша уақыт зырқағы өте шыққан, қарап отырсақ мектеп қабырғасында өткізген әрбір күн, әрбір 45 минут балалық шағымыздың бағу уақыты болған екен ғой. Сендердің барыңызға не болды? Бір мектепке көшіп бара жатқандайсыңдар. Бар болғаны орта буынға өттік. Одан да достар біздің мектепке арнаған жырларын тыңдайық. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілік те мейірім бәрі осында.
Өнен кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай шәкірттерінің өзін озған ұстаздар қауымы сіздерге мың алғыс. Мен сені осы сөзіңді дәлелдеп алу үшін мына шумақтарды қосайын. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, атпай тұрған адамның алтындығы. Ерекше сөздерімізге шумақ арнайық, бірақ кімнен бастаймыз? Қай сөзге шумақ арнасына екен? Меніңше, ең әуелі алғашқы ұстазымыз туралы айтқанымыз жинау. Өйткені ең алғаш әліппенің бетін ашып, әріп танытқан, өмірдің қыр-сырын біреуге танытқан, адамгершілікке баулыған біздің ең алғашқы ұстазымыз Жанар Төреқызы емес пе?